Армысыздар, менің атым Есенбол Нақтыбайұлы. Мен Шығыс Қазақстан өнер музейі қызметкерімін. Баршаңызды 1 мамыр Қазақстан халықтар достығы күні мерекесімен музей ұжымы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Еліміз берекелі, жеріміз тыныш, әрқашанда осы көктемнің жаңарған күндей жарқырап жайнай берейік. Ары қарай өзімнің ақтегімді 2 ауыз ақжарма өлеңменен қорытындылағым келеді. Қалуыңыздар. Көк байрағы көкте таласқан, келбетіне алты әлем қарасқан, салтың салтанат сарайына айналған, береке бірлігі жарасқан, жасай бер Қазақстан. Татулық достықтың сыңары болған, жаңарған әлемнің шырағы болған, тұғырлы елдің тұрағы болған, жұмыр жердің жұмағы болған, жасай бер Қазақстан, жасай бер Қазақстан. Валентина Кузьмина. Трудовые мозоли рукам, на столе тонкий ломтик хлеба, разбирают по голосам, плач и смех и восторг от неба. Сколько лет мчится мир из будней, праздник радости навсегда. Желтый поезд сдавил планету, черный поезд — заемщик зла. Я иду меж торговых палаток, все закрыто, а люди стоят. У палаток хранители в латах, неподкупен, суров этот взгляд. Скоро солнце за сопками скроется, день работу свою завершит. Вы зачем здесь стоите? За совестью. Нынче совесть, увы, дефицит. Ну а вы стоите за честью, у другого спросила ларька. И когда подвезут, неизвестно. И меня оттолкнула рука. Ухожу, а толпа не редеет. Мы за верою, крайне вон там. С дальних сопок прохладою веет, и клочками туман по кустам. Я иду, от усталости падаю, поднимаюсь, ну где же просвет? Вы зачем? Как зачем? Да за правду. Но сказали, не будет, и нет. Так чего же вы ждете? Надежду. Ну а вдруг подвезут? Гаснет свет, ощущаю себя и невеждою, бесполезно ищу здесь ответ. Темной строчкой народ за любовью, черной точкой за счастьем народ. Вижу, бабушка с долюшкой вдовей, опираясь на палку, бредет. Здравствуйте, меня зовут Ольга Леонова, я преподаватель клубов немецкого языка в библиотеке имени Пушкина. Хотела бы прочитать для вас стихотворение Гёте «Нашел», «Gefunden». Ich ging im Walde so für mich hin, und nichts zu suchen, das war mein Sinn. Im Schatten sah ich ein Blümchen stehen, wie Sterne leuchten, wie Äuglein schön. Ich wollte es brechen, da sagt es fein, soll ich zum Welken gebrochen sein? Ich grub's mit allen den Würzen aus, zum Garten trug ich am hübschen Haus und pflanzt es wieder am stillen Ort. Nun zweigt es immer und blüht sofort. Шалом, חברים, אנחנו הכל גרים בקזחסטן, הארץ הבית שלנו. אנחנו אוהבים קזחסטן ורוצים לגור בשלום. חג שמח, מזל טוב. Шығыс Қазақстан өнер музейінің атынан баршаңызды бірлік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ғашықпын, шын ғашықпын сол адамға. Мен болмасам болмайын сол аман ба? О тәңірім, неткен жан қайрылмайтын, жүрегі еттен бәлде, қол адам ба? Ғашықпын, қайтып оны жасыра алам, бір алтын оның әр тал шашы маған. Сағынайын, таусыла сағынайын, сағынышқа жаралған ғашық адам. Шарықтап, қолым жетпес көкте күнге, ақ қанат құсым менің кеткенің бе? Шар құрып, бар әлемді шарлап жүріп, мәңгілік сенсіздеумен өткенім бе? Сарғайған, сағынышты басып болып, бар сенім, бар үмітті шашып болып, өтермін, сірәда мен бұл өмірден,
мәңгілік қалармын мен ғашық болып.